Так, сәлем достар, бүгін мен сіздермен өте әдемі праздничный оңай салат жасаймын. Ол үшін бізге піскен тауық керек, бір свекла, бір сәбіз, бір картошка, міне қияр соленый и піскен жұмыртқа керек. Ал енді кірісеміз, қазір шетінен бастап жасаймыз. Мен тауықты турап қойдым, енді оған жұмыртқаны турап қосамын. Содан кейін қияр осы по очередіне тураймын. Төрт бүріштеп осылай тураймын. Мен тауықты алдын ала турап қойдым. Жұмыртқаны дәл солай қылып турап аламыз. Міне жұмыртқамызды турадық. Енді осы тауыққа саламыз. Содан кейін қиярды тураймыз. Бұда өстіп сақтап тураймыз. В общем, оливьеге сияқты ғой, бірақ оливье емес. Міне қиярымызды да турап, осының үстіне қосамыз. Енді картошка қосамыз. Дәл солай тураймыз. Міне картошкамызды да болдық. Бұның бәрін осыған қосамыз да. Енді майонез бен тұз қосамыз. Әр үйде осындай три желания бар деп ойлаймын. Три желания ең жақсы майонез. Басқа майонездерді білмеймін, бірақ бізге три желания ғана ұнайды. Оған со вкусом прям дәміне қарай тұз қосасыздар. Ана тұзды қияр бар, сондықтан тұзды көп керек емес. Сосын оған примерно осылай қосамыз да жақсылап араластырамыз. Міне осындай болып дайын болу керек. Енді ең маңызды, ең қызығына кірісеміз. Свекланы отдельно өткізіп аламыз осылай. Свекланы өткізіп алдық, енді сәбізді отдельно өткіземіз осылай. Енді үшіншісіне осылай укропты ұсақтап турап аласыздар. Примерно барлығын осындай шариктен алып, домалақ қып бетіп қойып алыңыздар. Неше шығады, қазір көреміз. Енді мына видеода айтып жатпаңыздар, перчатка кимепті, анау мынау деп. Бұл енді өзіміздің үйімізге сатуға емес. Қолым таза, әрине. Тап-таза қолымды жуғам. Міне барлығын домалақтап алдық. Енді осыларды қазір жеке-жеке әрлейміз. Міне осы әр домалақты осылай свеклаға аунатып шығамыз. Дәл солай сәбізбен айналдырып шығамыз осылай. Келесісін осылай укроппен әрлейміз міне. Ал достар, міне біздің қарапайым әрі әдемі салатымыз дайын болды. Кез келген дастарханда әдемі әр береді деп ойлаймын. Жасап көріңіздер. Сіздермен бірге Сания.